Qani, ma, usta. Qani, usta. Ma, usta deyim. Boş şişeң ama. Барлықтарыңа сәлем. Бүгін әдеттегідей телевизор көрейін деп шештім. Өз басым телевизорды көп көре бермеймін. Өздеріңіз көріп тұрғандай, мен канал ауыстырып жатып, бір фильм көріп қалған болатынмын. Сосын ол фильм маған бір ойынды есіме түсірді. Сосын нақтылап қарадым. Сосын мен дереу ноутбукке отырып іздей бастадым. Сөйтсем, ол біздің кішкентай кезде ойнаған Sonic ойыны болатын. Дәл осы моментте маған керемет идея келді. Бізге тамақ ішу керек. Тамақ ішіп болып, ойлана келе маған тағы да бір идея келді. Мен сіздерге топ 10 ойындарға қарап шығарылған фильмдер туралы айтып беремін деп шештім. Ал ендеше, ойындарға қарап шығарылған фильмдер соншалықты көп пе? Және қызықты ма? Осы видеороликте білетін боламыз. Видеоны бастамастан бұрын өздеріңізге ішіп жейтін бір нәрсе тауып алыңыздар. Біз бастаймыз. Алдымен сіздерге түсіндіріп өтейін. Бұл жерде мультфильмдер де болады. Мультфильмдер бұлар фильмдер. Просто кішкентай балдарға арналған. Комментарийге бұл фильм емес қой деп жазудың керек жоқ. Достар, сосын менде керемет идея бар. Мен каждый бір видео сайын мен сіздерге кринжовый бір видео түсірем деп шештім. Мен подписчиктерім жақсы көрем! Достар, білсеңіздер ғой менің қалай ұялғанымды. Достар, мен сосын ойлана келе мен бір емес екі кринжовый видео істейін деп шештім. Опан Gangnam Style. Gangnam Style. 낮에는 따사로운 인간적인 여자. 커피 한 잔에 여유를 아는 품격 있는 여자. Достар, мына нәрсе енді лайк басуға тұрарлық деп ойлаймын. Ұмытпай лайк басып кетіңіздер. Достар, бұл видео болғаннан кейін обязательно неудачный кадрлар болады. Мен сол кадрларды сіздерге көрсетіп жіберейін. Басталды ғой? Глянь-ка, по-моему, Мота-Мота запал на тебя. Сейчас подойдет. Люблю больших, люблю попастых, люблю больших. Ал енді точно видеоға кеттік. Бірінші фильм Mortal Kombat. Егерде сіз Mortal Kombat'тың фанаты болсаңыз, бұл фильм сізге арналады. Фильм орташа, бәріне ұнай бермейді. Егер сіз бұрыннан бері Mortal Kombat'ты білетін болсаңыз, бұл фильм сізге ұнамауы мүмкін. Неге десеңіз, бұл фильмде біраз нәрсе өзгертілген. Бірақ мен бұны бір жағынан жақсы деп ойлаймын, себебі бұл фильм қызықсыз болмайды. Сіз Mortal Kombat'ты білсеңіз де көре аласыз. Сонысы жақсы. Екінші фильм Super Mario Brothers. Super Mario ойынын білмейтін адам жоқ шығар. Мен бұл фильмді телеграмнан көрген болатынмын. Өте нашар графикада және нашар дыбыспен. Сонда да білгенімді айтып берейін. Екі бауыр болады. Олар сантехник, сөйтіп басқа әлемге түсіп кетеді. Ол әлемді құтқарады, сөйтіп қайтып оралады. Қарапайым көп фильмдерде болатын сюжет. Бірақ графикасы өте зор, персонаждары әдемі. В общем, кешке көруге керемет фильм. Angry Birds фильмі. Бұл ойынды кезінде бәріміз ойнадық. Анау қарқы-сатқыр шошқалар мұрнын бет қылдық. Біраз қызықтар болды. Енді фильмге келсек. Фильм жоғары деңгейде, бәрі керемет, сюжет, графика, әзілдері, соғыстар, бәрі маған ұнады. Ойынға барынша ұқсатып істеген. Сюжет қысқаша айтып өтейін. Бір қызыл құс болады, оны ешкім жақтырмайды. Осы кезде ауылда бүкіл жұмыртқаны ұрлап кетеді. Сосын қызыл құс солардың жұмыртқаларын құтқарады, солай бәрі оны жақсы көріп кетеді. Қысқаша айтып бердім, көрмеген болсаңыздар, міндетті түрде көріңіздер. Uncharted өте қызық фильмдердің бірі. Бұл жерде главный герой Том Холланд және тағы танымал актерлер. Сюжет оригинал ойынға ұқсамайды, бірақ 1-2 сәтін ойыннан алған. Сюжетті қысқаша айтатын болсам, главный геройдың ағасы болады.
ағасы жоғалып кетеді. Ағасы жоғалмастан бұрын бір хат беріп жіберген болатын. Ол жерде бір координаталар жазылған, сол жерге барады, көп алтын табады да сол жерде төбелес болады. В общем, қызық фильм. Төбелестері өте керемет, көруге совет беремін. Warcraft бұл фильм бізде шынайы Warcraft ойынына арнап шығарылған. Ойындарға фильм шығару болмайтын нәрсе емес екендігін дәлелдеген ең бірінші фильм. Бұл фильм 2016 жылы шықты және ойынның бірінші часті бойынша істелінген. Бұл жерде адамдар мен орктар төбелеседі. Және екі әлем болады. Біріншісі адамдардың әлемі, екіншісі орктардың әлемі. Орктардың әлемі жойылайын деп жатқанда олар адамдардың әлемін жаулап алмақшы болады. Кішігірім сюжет осылай. Өте қызық фильм. Егер сіз Dota ойынының фанаты болсаңыз, міндетті түрде көруіңіз керек. Келесі фильм. Sonic. Бұл фильмді білмеуіміз мүмкін, бірақ ойнамамыз мүмкін емес. Фильм 2020 жылы шыққан. Sega компаниясы шығарған комедиялық фильм. Главный герой бізде көккүмбек тез жүгіретін Sonic атты кірпі. Сюжетке келсек, Sonic өз әлемінен адамдардың әлеміне түсіп кетеді. Содан соң оны адамдар ауламақшы болады. Күшін алу үшін әрине. Бірақ бір мейірімді жан табылады. Сол аумақтың шерифі. Sonic сол шерифпен бір отбасы секілді болады. Sonic кішкентай кезінен отбасысыз өскен. Шериф оған бүкіл махаббатын көрсетеді. Неткен керемет оқиға. Болды, көз жасымызды көрсетпейміз. В общем, бұл фильм жақсы қаржы жинап фильмнің жалғасын шығаруға себеп болды. Егер көрмеген болсаңыздар, 2 бөлімінде көруге кеңес беремін. Resident Evil, басқаша атауы Обитель зла. Өте керемет фильм. Ең бірінші бөлімі 2002 жылы шыққан. Барлығы 6 бөлімі бар. Кішігірім айтып өтсем, қорықпаңыздар, ешқандай спойлер болмайды. Негіз алдыңғы фильмдерде барынша спойлер айтпауға тырысқам, но попик. В общем, бізде главный герой Элис деген қыз. Ол оянған кезде оның есінде ештеңе болмайды. Ол арнайы осы әлемді құтқаруға арнап істеген. Неден құтқарады десеңіздер, бір лабораториядан вирус абайсызда шығып кетеді. Обычный фильмдердегідей тупа шығып кетеді. Енді сол әлемді Элис құтқаруы керек. Дальше спойлер айтпай қояйын, өздеріңіз көріп түсініп аласыздар деген ойдамын. В общем, келесі фильм. Покемон фильмі. Ойыны әлемде өте танымал, білмеймін, өз басым бір рет болсын ойнап көрмеппін. Покемонның фильмі де, анимесі де бар, бірақ анимесі ескілеу. Бірақ сонда да айтпасқа болмады. Анимесін мен 5-6 сериясын көрдім. Дәлші қызға емес болып кетті. Фильмге келсек, фильм 2019 жылы шыққан, семейный фильм, комедия. Ал сюжетке келсек, бұл жерде главный герой бізде Пикачу. Бұл әлемде покемондар мен адамдар бірігіп өмір сүреді, және тағы бір маңызды персонаж Тим. Тим әкесіне не болғанын білу үшін Райм Сити деген қалаға келеді. Сол жерден Пикачуды көріп қалады. Сөйтсе Пикачу Тимнің әкесімен әріптес болған болып шығады. Сөйтіп Пикачу Тимге бірігуін сұрайды. Сөйтіп екеуі бірігіп әкесіне не болғанын зеріктейді. Қызықты факт, Пикачу кім дыбыстады деп ойлайсыздар? Оны дыбыстаған актер Райан Рейнольдс. Білетін шығарсыздар, Дэдпул, главный герой, зеленый фонарь сол секілді. Сюжетте дәлші не болатынын айтпай-ақ қояйын, бір ауыз сөзбен айтқанда осылай. Макс Пейн фильмін білмеймін, бірақ ойынын точно бәріміз білуіміз керек. Главный рөлде Марк Уолберг деген актер ойнайды. Фильм 2008 жылы шыққан боевик. Сюжетке келсек, Макс Пейн есімді детектив болады. Оның отбасын біреулері өлтіріп кетеді. Сосын ол кек алмақшы болады, өздігімен зеріктеуге шығып кетеді. Солайша криминалды өмірге түседі. Сосын ол Валькирий деген наркотик бар екендігін біледі. Ол наркотик адамдардың көзіне еш нәрсе көрсетпей жынды қылып жібереді. Сосын Макс түсінеді, оның отбасысы осы наркотиктің кесірінен өлгенін, және отбасының өлімінде оңай нәрсе жатпағанын, және өзі шешім қабылдайды, қалайда болсын осы наркотиктің сатылуын тоқтатуы керек деп. Қысқаша айтсақ осылай, кішігірім айтатыным негізгі фильм көп адамдарға ұнамады, себебі ойындағы атмосфераны бере алмады, және сюжет өзгертіп жібереді. Оқиға шималанысып кетеді, персонаждармен дұрыстап танысып үлгермейді. Тағы басқа себептермен фанаттар мен критиктарға ұнамады. Егер осы моменттерді сызып тастасақ, көрсеңіздер болады. Silent Hill фильмі. Бұл фильм Япония компаниясы шығарған ойынға арнап істелінген. Фильм 2006 жылы шыққан. Бұл фильм ужастик туралы. Сюжетке келсек, бұл жағдай Silent Hill қаласында болады. Ол жерде главный герой Роуз деген қыз. Ол қалаға келген соң түсініксіз жағдаймен қызы жоғалып кетеді.
соны іздеуге тырысады. Солайша бұл қаланың құбыжықтарын кездестіреді. Сосын ол түсінеді бұл қала тұзақ екенін. Жаймен де осы қаланың құпиясын анықтамақшы болады. Сюжет осылай. Ұнаса көрсеңіздер болады. Осымен достар, бізде видео аяқталды. Видео ұнаса каналға тіркеліп лайк басып колокольчикті қосуды ұмытпаңыздар. Менімен байланысқа шығу үшін менің телеграм каналыма жазсаңыздар болады. Ал ендеше сіздермен болған мен Зіп. Сау болыңыздар. Мыңға жетейікші, өтініш.